Халыққа қызмет етіп жүре береміз, Құдай қаласа, қолдан келгенше. Мен бұл өрт сөндіру бөліміне бала кезден бір арманым болған, осы халыққа қызмет етіп, кішкене өзіміздің Қазақстанда кішкене жастарға деген артынан бірдеңке қалдырып, үйренсін бізден, бір ой қалсын, адамның құтқару, адамға қызмет ету қандай болатын. Сөйтіп мектеп бітіргеннен кейін осы өрт сөндіру бөліміне арманым болды негізі. Адамдарды құтқарып, бір адамда не болады өзі, арманына жеткісі келеді, сол арманға өзімде жайлап жетіп жатырмын. Осы өрт сөндіру бөліміне қызығып отырып кіріп, 2013 жылы өрт сөндіруші болып, Жаңатас қаласына кірдім. Сол жақта қызмет еттім. Одан кейін жұмысым арттыра бере осы екінші мамандырылған өрт сөндіру бөліміне өрт сөндіруші болдым. Ол жақта да бір жылдай қызмет еттім. Одан кейін осы 4-ші өрт сөндіру бөліміне жүргізуші болдым. Жүргізуші қызметкерін атқардым. Қалай болады екен? Соның өзінде бір 3 жылдай жүргізуші қызметін атқардым. Одан кейін бір жұмысымыз бір дамытайын деп бөлімше командирі болдым. Осы 4-ші өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі болдым. Ол жақта бір 4 жылдай бір қызмет еттім. Бөлімше командирі болып осы жақта жұмыс істедім. Жұмысымды арттырып, осы ағаларымызға қарап, кішкене өсейін деп Ақтөбе қаласына оқуға кеттім. Ақтөбе қаласында оқып, білімімді арттырып келіп, осы шенімізді алып, офицер құрамына қосылып, Шу қаласында да 5-ші өрт сөндіру бөліміне Шу қаласына бардым. Ол жақта осы офицер қызметімді алып, сол жақтан жұмысымды арттырып, осы білмеймін, әйтеуір бір адамның несі болады ғой өзі, қай жер қандай час жақсы өзіне ұнайды. Сол час болғаннан кейін ба осы 4-ші өрт сөндіру бөліміне қарауыл бастығы болып келдім. Құдайға шүкір, қазір шенімізді алып, шенімізді жақсарып жүре берсеген деп, осы маған қарап, басқалар кішкене өзінің ойын түзулеп, осындай өрт сөндіру бөліміне ойлары арта түссін деп, кішкене халқына қызмет етсінші деп, осындай бір қызметіміз жоғарыласын деп, өстіп өрт сөндіру бөлімінде қазір қызмет етіп жатырмын. Үйдегілеріміз Құдайға шүкір осы жетістігімізге қуанып жатыр. Бала шағамыз Құдайға шүкір, қазір 3 бала шағам бар. Осы жұмыстың арқасында жайлап үйлі де болып жатыр. Бала шағам мысалға мені қарап кішкене ойын түзулеп, өрт сөндіру машинесі қандай болатын, әкеміз қалай жұмыс істейтін, халыққа қандай қызметін атқаратын, маған қарап кішкене бала шағам да өсіп келе жатыр. Құдайға шүкір, кейін осы мен артынан бір әкенің артынан із қалады дейді ғой, соны әкенің артынан із қалдырып келе жатыр. Менің жолымда қуады ғой деген ойдамын. Мысалға, балам менің жолымда келе жатса, конечно, қарсы болмайсың. Осындай жетістіктерге жетіп жатса, халықтың рахметін алып жатса, ешқандай қарсылық емес деп ойлаймын. Әрқашан жүрегімде сәт болған жағдай ол, қай жерге барсақ та кішкене адам өмірін бірінші очередь адам өмірін құтқарып, ешқандай жаңағыдай өлімдік сәт шықпаса екен деймін. Барлығын бір халықтың рахметін алып, ризашылығын алып жүрсек пе деген ойдамыз. Алған сезім негізі жақсы ғой. Ол бір жерге барып, үйін өшіріп беріп жатып, мынандай жер құтқарып қалдыңыздар, банян жағып атып, үйге өтіп кетіп жатқан жерде ортасынан үйін құтқарып алып, рахметін айтып жатады, көп жерде алғысын айтады. Рахмет сіздерге, сіздер болмасаңыздар үйім өртеніп кететін еді. Ұйықтап жатқан жағдайлар болады көбінесе үйлерінде. Мысалға, өртеніп жатқан кезде үйлерінен ішінен қанша адамдарды алып жүріп, көшеде көріп өтіп баратқан
тұрғындар хабарласып 101 қызметіне біз үйлеріне кіріп барған жағдайлар болды. Талай рахмет сіздерге, осы үйімізді құтқардыңыздар, бізді құтқарып қалдыңыздар деген рахметшіліктер көп болады. Ауыр сәт, бір үйден мысалға түнгі сағат 3:30 шамасында өтіп баратқан тұрғын хабарласқан. Үйдің шатыры полный үймен қоса өртеніп жатқан кезде бір кісі диванда жатып ұйықтап қалған, бір кісі жанында жатып ұйықталған. Сол кездерде сондай өлімді сәттерді алып шықтық. Ол енді трагический, мысалға қиын жағдай дейді ғой, қиын жағдай болды. Ондайларды енді қатты ойға алмай, әйтеуір жұмысың сондай болғаннан кейін алып шығып жүрдік. Құтқару сәттеріміз мынау Төле би көшесі номер 5-ші жатақхананың шатырын өртеніп жатқан жағдайға барғанбыз. Түнгі сағат 3:30 ба 4 шамасында. Сол кезде барсақ, шатыры полный өртеніп жатыр екен да, түгелдей. Барып дереу тұрғындардың бәрін сыртқа шығарып, сол кезде уже тұрғындар білмейді да шатырын өртеніп жатқан. Жатақхана көп. Сол кезде 150 адам, 60 бала қауіпсіз жерге көшірдік. Сол кезде шатырын одан кейін толықтай өшіре бастадық. Біз өшіреміз дегенше уже шатыры полный жанып кетті. И хорошо, что квартираларға, жатақханаға ешқандай өрт залал тиген жоқ, тек қана судың өткені болмаса. Сол кездерде халықтың, мысалға, почти 100 адам ер кісілер ғой, ересек кісілер, әйелдер бар. Солардың бәрі қандай өрт сөндірушілерге рахметтерін айтып жатыр да. Сіздер болмасаңыздар, біз қалай не болатынымызды, түн шығып, түтін басқан кезде қайқа барарымызды, терезеден секірерімізді білмей қалатын едік. Сіздерге рахмет деп қанша адам рахметтер айтып отыр сол кездерде. Сол кезде бір осы өрт сөндіру бөліміне келгеніне бір сезім болады да, бір ой, өзің қуанып қаласың да сондай жағдай болған кезде. Септігіміз тиген, өрт сөндіру бөлімі осындай жұмыс істейді деген нәтижеге жеткеннің өзі де, мысалға, өзің үшін абырой да. Ешкімнің олардың несін білмесең де, халықтан қандай рахметін алып жатқанын бір күшті сезім болып қаласың. Мысалға, бізде жеке құрамда жұмыс істегеннен кейін бір 24 сағат біргеміз ғой. Сол кезде бір бөлім ауласына өрт сөндіру автокөлігін шығарып, норматив дейді ғой, бізде жаттығу жүргіземіз. Сол кезде жаттығу жүргізген кезде бір қызықты сәт болсын деп айтып жатқаным бұл. Айтам, мен осындай магистралка линия жалғаймыз. Жаңадан келген өрт сөндірушіге айтам, сен осындай 77-ні аласында, осындай автокөліктің қуыршағына жалғайсың деймін ғой. Себебімізде басқа балалардың бәрі біліп тұр. Сонымен давай, айтам, мен норматив бастаңдар, осындай жаттығу, 37-ші жаттығу деймін. Себебімізде жаңадан келген өрт сөндіруші жүгіріп келеді да 77-ні шашады ғой. 77-ні шашады да автокөліктің қуыршағына жалғайды ғой. Сөйтті, сол кезде басқа балалардың бәрі тұр, қызық сәттер болады. Сол кезде жалғай алмай жатыр ғой, ана жерде. Bu жерден не шығушы еді дейді да. У жақтан түтін шығады ғой деп. Сондай бір қызықты, бір күлкілі жағдайлар болады. Сөйтіп айтыр. Ол өрт сөндірушілерде кейін басынан өткен жағдайларына бір оған да бір қызықты сәттер болып қалады да. Халыққа өрт сөндірушілерді бағалаңыздар, өрт сөндіруші болыңыздар. Балаларыңызды қаласа, енді әр нәрсенің өзін талпыну болады ғой негізі. Әр адам, мысалға, жігітте, ер жігіттей мінез болған дұрыс кішкене. Ер жігіт мінез керек та бұндай жұмысқа. Не бір өрттерге кіреді, не бір адамдарды көреді, адамдарды құтқарады. Драгерге аппаратпен жұмыс істеу дегенде өзі негізі жігіттей мінез керек. Жігіттей мінез болса, өрт сөндіруші болыңыздар. Ең басқа халыққа қызмет етіп жүре береміз. Қоя қалса, қолдан келгенше.